Оқушылар бүгінгі сабаққа дайынсыз ба? Иә. Өткен сабақты еске түсірсек. Өткен сабақта қандай тақырып өткен? Көбейту баған түрінде есептеп үйрендік, иә? Бірдегі теңдеуді қарапайым теңдеуге айналдыруды үйрендік, иә? Сосын мәселе есептеуді шығарып үйрендік. Ал бүгінгі өтетін тақырыбымыз жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қолдану. Енді әр топқа алтыларға есеп бердім. Бұл пазл әдісі арқылы өтеді. Мына жерде пазл әдісі есептердің жауабы берілген. Оны бірінші есептеп, жауабын тауып, соны құрастырасыңдар. Сол кезде жемістердің суреті шығады. Барлықтарына түсінікті ме? Бүгіннен баста көрмесең әлі кітап ішінде қызықтың бәрі. Әлемге дара зер салып қара, кітап оқиды ақылды бала. Білімнің күші бабамның ісі, оқып көр досым, қызық толы кітаптың іші. Оқушылар барлық есепті орындап болдық па? Иә. Бізде неше есеп берілген екен? 6 есеп берілген, иә? Сендерде қандай жемістің түрі шықты? Алма. Ал сендерде? Ал? Апельсин. Жүзім. Енді 6 есепке әрқайсысына бір лайктан 6 лайк беріледі. Себебі біздің бүгінгі топқа бөлінуіміздің себебі де әлеуметтік желі деп таңдадық. Сол себепті сендерді бағалауды лайк түрінде 6 лайк. 6 есеп дұрыс шығарылған. Сол себепті 6 лайк. Жарайсыңдар оқушылар, бірінші тапсырманы пазл әдісін жақсы орындап шықтыңдар. Енді бізде келесі тапсырма бұл жерде партия әдісі. Бұл жерде 3 бұрыштан берілген, жауаптардың есептер берілген. Есептердің жауабын тапсаңдар, пирамида құрастырылады. Білімнің күші бабамның ісі, оқып көр досым, қызық толы кітаптың іші. Оқушылар бізде орындап болған бірінші YouTube тобы. YouTube тобына бірінші орындап болғандықтан 10 лайк берді. Бізде екінші болып орындап болған ВК тобы. Оларға екінші болып орындағандарына 9 лайк. Үшінші болып орындап болған Instagram тобы. Оларға 5 балл беріледі. Балдарыңызды осы лайктарыңды осы ақпаратқа жабыстырып қойсаңдар. Бізде төртінші болып орындап болған топ Facebook тобы. Төртінші орынға 4 лайк. Бізде ең соңғы орындап болған лайки тобы. Оларға 3 лайк. Енді жинаған лайктарымызды санап, қай топ жеңіске жетті, соны анықтаймыз. Ал бізде бірінші орында болған YouTube арнасында, YouTube тобында неше топ? 16 лайк. ВК тобында 14 лайк. Ал сендер Instagram тобы неше лайк? 11 лайк. Сендер топтарын лайки тобы 9 лайк. Ал Facebook тобы 10 лайк. Сонда бізде қай топ жеңіске жетіп тұр? YouTube тобы. Қошеметтеріңіз. Екінші орында болған ВК тобы. Үшінші орында болған Instagram қанша? 10 лайк. Енді бүгінгі сабақ түсінікті болса, өз пікірлеріңді жазып кетсеңдер. Бүгін сабақ түсінікті болды ма? Әлде түсінбедік па? Осы параққа жазып,
мына жерде ақ бар, соған жабыстырып кетеміз. YouTube'дағы өз пікірлеріңді, былайша айтқанда комментарияларыңды қалдырып, бізде бүгін әлеуметтік желі бойынша топқа бөліндік. Сол бойынша лайктарымызды қойдық бағалау түрінде, және де ең соңғы кері байланысымызды, қорытындылау тапсырмамызды, пікірімізді жазып, осы посттерге жапсыруымыз керек.